Hi, good afternoon everybody. Welcome back to the channel. As usual, I made another video. Сәлем, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Әдеттегідей сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі көретін сабақтарыңыз by және with. Бұларды қай жерде қажеттенеміз? Көбінде бұларды how деген сұраққа жауап берген кезде қажеттенеміз. Мысалы, how do you come to school? Мектепке қалай келесің? Жауабы, мысалы, I come to school. Жаңағы екеуінің біреу келеді. Бас. Мен мектепке автобуспен келемін. Келесі сұрақ. How did you learn English language? Сен ағылшын тілін қалай үйрендің? Жауабы. I learned English. Бос орын. Taking classes. Мен ағылшын тілін сабақтарға барып үйрендім. How do you eat бешбармақ? Сіз бешбармақты қалай жейсіздер? Жауабы. We eat бешбармақ, бос орын, our hands. Біз бешбармақты қолымызбен жейміз. Келесі мысал. How do the nurses not sleep at night? Медсестралар түнде қалай ұйықтамайды? Жауабы. They stay awake, blank, drinking coffee. Олар кофе ішумен ояу отырады. Яғни байқасаңыздар, бұл біздің қазақ тілінде мен, бен, пенді қажеттенетін қазақ тілінің көмектес септігі деп түсінуге болады. Бірақ бұл жерде екі сөз by және with болғандықтан сол екеуінің айырмашылығын толығырақ және оларды қай сөзбен қажеттенеміз, сонда көре кетейік. With орысшасы с деп жүреді. Қазақ тілінде көмектес септікті білуге болады. Олар мен, бен, пен жалғаудалады. Олар көбінесе noun, яғни зат есімнің алдына келеді. Мысалы, he climbed up the roof with a ladder. Ол шатырға сатымен шықты. Келесі мысал. Chinese economy is booming with the help of its cheap labor force. Қытайдың экономикасы оның арзан адамның еңбегімен дамып келеді, яғни еңбегі арқылы дамып келеді деген мағынада. Келесі. Life is fun with its ups and downs. Өмір өзінің жоғарғы төменімен қызықты, яғни өмір өзінің бақытсыз сәттерімен қызықты деген мағынада. Келесі. Mary came home with a gold medal. Mary үйге алтын медалмен келді. With 100% қазақ тілінің көмектес септігі деп түсінуге болады. Бұны әрқашанда зат есімнің алдында қажеттенеді. Келесі. Негізі byдың with'ден көптеген айырмашылықтары бар. Бұл сөз көп жерде қолданылады. Олардың бірі көмектес септік ретінде. Бұның with'ден өзгешелігі by'ды қажеттенгеннен кейін оның артына verb plus ing келеді, яғни етістікке ing жаланып қажеттеніледі. Мысалы, I wash my hands by using a soap. Мен қолымды сабын қажеттеніп жуамын. Немесе сабынмен жуамын. Келесі. We stay healthy by exercising regularly. Біз жаттығу жасаумен денсаулығымыз жақсы болады. Немесе біз жаттығу жасау арқылы денсаулығымыз жақсы болады. Келесі. Businesses thrive mostly by implementing good marketing strategies. Бизнестер көбінде жақсы маркетинг стратегияларын қолданумен дамиды. Келесі қажеттенетін жағдай. By the with сияқты кейбір жағдайларда noun, яғни зат есімнің алдында келіп жатады. Олар көбінде коммуникация немесе
көлік болған жағдайда. Мысалы, organizations prefer to communicate by email. Организациялар имейл арқылы хабарласқанды жөн көреді. Келесі, most of the workers in New York commute to their work by train. Нью-Йорктың көптеген жұмысшылары жұмысына пойызбен барады. Келесі, traveling by an airplane is faster than traveling by a train. Ұшақпен саяхаттаған пойызбен саяхаттағаннан тезірек. And we are going to be traveling to Tokyo by bus. By bus. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Жаңа видеоның басында сұрақтар мен жауаптарды қарап өттік. Енді сіздер осы видеодан түсінгендеріңіз бойынша осы жауабындағы бос орынға by және with'ден қайсысы келеді екенін комментарияда жазып қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде жауабын беретін боламын. Басқа да сұрақтарыңыз болса жауап беруге тырысамын. Келесі видеода кездескенше have a good day. Bye bye.